Көпшілік адамдардың арасында мынандай бір адамдар болады. Сен онымен қанша тырыссаң да, қанша әрекет қылсаң да дұрыс араласып кете алмайсың. Сөздерің жараспайды, ойларың бір жерден шықпауы мүмкін деген секілді. Қанша әрекет қылып көресің, бірақ араласа алмайсың. Жалпы ортаңда сондай бір адам болады. Кейбір бауырлар айыпты өзінен іздеп, мен неге бұлай араласа алмаймын ол адаммен деген секілді айыпты өзінен іздей бастайды. Негізінде бұл табиғи нәрсе бұл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде, имам Бухари және Муслим жазған хадисте, «Әл-арваху джунуду муджаннада, фама та'арафа минха итталафа, ва ма танакара минха ихталафа» дейді. Яғни рухтар бұл арнайы жасақталған әскер секілді дейді. Имам Науауи және имам Хаджарлар осы хадиске түсіндірме бере келе былай деп айтады. Біз енді әлмисақтан бері мұсылман деп айтамыз өзімізді. Әлмисақ деген не ол? Алла тағала бізден уәде алған күн. Яғни Адам алейхиссалам жаратады. Адам алейхиссаламның белінен бүкіл адамзаттың рухтарын шығарады. Сол кезде Алла тағала мен сендердің раббыларың емеспін бе деп уәде алады бізден. Осы кезде Алла тағала рухтарды сап-сапқа бөліп қойған екен. Осы жерде біз әлмисақта кездескен рухтар, бір-бірімен кездескен рухтар өмірде де кездеседі, сәйкесінше олар дұрыс араласып кетеді дейді имам Науауи және имам Хаджарлар айтқандар. Ол жерде кездеспегендер дүниеге келген кезде олар дұрыс араласа алмай кетуі мүмкін дейді. Әрине бұл жерде сен жүрегіңдегі дертке бәріне қарайсың. Бірінші адам өзінің жүрегінде дертпен шұғылдануы, дертпен күрескеннен кейін де осындай мәселелер қайталанып жатса, онда ол табиғи нәрсе. Ол адаммен барынша жаңағыдай ұзақтау болып, сәлемің түзу болып, солай жүрген дұрыс. Өз кезегінде бұл ерлі-зайыптардың арасында болуы мүмкін. Мысалы, сен қызбен кездесуге шықтың, үйленуден алдың. Осы кезде ол сенің тартқан жай. Яғни оның табиғаты сенің табиғатыңа сәйкес келмейді. Алдағы уақытта біз арамыз дұрыс болып кетер, бір-бірін түсінісіп кетерміз деген секілді оймен үйленіп кету дұрыс емес. Неге? Өйткені жаңағыдай жоғары айтқан хадиске сәйкес келіп қалуы мүмкін. Адам өзінің өмірлік жарын бір көргеннен сезетінен жүрек дір ете қалады. Жүрекке бір тепкі беретін болатын болса, онда сол әйел сен өмірлік жарың болуы мүмкін. Ал егер ona тепкі болған жоқ, табиғатын бір-бірлеріне қарсы болып тұр, бұл кезде екеуі екі жаққа кеткен дұрыс.